жауап бересіз. Келесі сұрақ, ұлыңыз Сәрсенғали Сұлтан мен келіңіз Мұхамғалиева Ақбаян соңғы рет үйден қай уақытта қашан шығып кетті деген сұраққа, ұлым Сәрсенғали Сұлтан мен келін Мұхамғалиева Ақбаян екеуі бірге 2025 жылының 7 желтоқсан айының төртінші күні сағат 11:00 шамасында Махамбет ауданының Атырау қаласына такси жүргізушісімен шығып кетті. Дұрыс деп жауап бересіз. Ұлыңыз Сәрсенғали Сұлтан мен келіңіз Мұхамғалиева Ақбаян үстерінде қандай киім болды деген сұраққа, ұлының Сұлтан үстінде қара түсті куртка, қара түсті бас киім, трикот, аяғында қара түсті спорттық аяқ киім, ал келін Ақбаянның басында сұр түсті. Не орталықта? Әкесін көрейсіз. Қол батырып отыр ғой. Жоқ, айналасында айдайдарыңыз тыңдап отырмыз. Енді онда мен көп білетін ештеңем жоқ. Бұрын жалпы адамдар сияқты өмір сүрдім. Демек ол жаңағы ұзаққа құдағайымызбен барып келіп үйге қатысып жүрдік. Араласып. Мен соңғы кезде қай жыл екенін білмеймін. Енді мен таза жылында, айында Керек етті. Сол уақыттарда берді, сондай ақша. Соны енді кейін қайтаруға неткенде өзі жоқ болып кетті. Бана іздегенде жоқ қой енді. Содан кейін енді өзінің немде қалып қоймасын деп анасына қайтарып берген. Сәрсенғали Сұлтан өз карточкасымен алады ма? Сізге ақшаны өзге адамның карточкасымен алады? Қателеспесем Ақбаянның несімен кәсіби болып, өзінің кәсіби болып кетсем тұрды. Сол кезде сіз хабарласқан кезде телефонмен қоңырау шалдыңыз ба? Жоқ. SMS түрінде жаздым, ол бір күннен кейін бе, 2 күннен кейін бе оқыдым. Жалпы қараша Сәрсенғали Сұлтанды көрдіңіз бе? Жоқ. Жалпы қалада бұл бар дейсіз? Ол кісінің енді тұрақты бір жұмысы болған жоқ қой енді. Көтерме жұмыстар, сондай ақша сұрайтындай жағдайда ма Сәрсенғали? Жоқ, ондай жағдайда емес, мен просто өзім қонақ баласын бана сұрақ көрдім. Мен 13 жылда бірінші сұраттым. Неге Сәрсенғалиден сұрағыңыз? Неге ол кісіден сұрағыңыз? Енді сұрағым көрді, сұрақ көргенде WhatsApp-тан жазып көрдім, осылай соңы бар ма? Қажет болып көреді деп. Мынандай ақша бар екен, қалтасында мынандай бар екен. Негізі ақшаның енді адам ақшасы бар адамға сөйлесуге ойы жоқ. Сұрақ жоқ. Дәлелі сол уақытта Сұлтанның мамасы бізге айтты, былай айтты. Егер де әке шешесі қыздарын ойлайтын болса, неге алып кетпейді үйлеріне? Бізде неге бақпайды үйлеріне апарып? Себебі үйлерінде олардың бір ойынын салған сондай жағдайлар бар ғой, бізді көп сондай жағдайымыз. Неге біз сол нәрсеге қынжыламыз деп айтты мамасы. Ал бірақ Сұлтанның кеше айтып отқан сөзінде не дейді? Олар біздің арамызға түсіп, бізді ажыратпақшы болып, менің бала шағамды алып кетіп, мені бос салмақшы болып деп айтып отыр. Ақиқатында олай емес. Ол кісілер шамасы келгенше қыздарына және күйеуалдарына немерелеріне жәрдемдескісі келді. Бірақ соған жәрдемдесуге, соларға көмектесуге Сұлтан өзі мүмкіндік берген жоқ. Себебі бір сөздерінде Наурыз айтып жүр, даже мамасы айтып жүр, бір сөзінде жылап айтқаны бар, енді әйел адам болса әйел айтты ғой, мені қызым мен немерелерімен кездестіруге мүмкіндік бермей жатыр Сұлтан. Даже жасаған тамағымды төгітсек деп айтып жүргендер болды. Әкелген тамағымды төгітсек ішкізбейді деп. Мен Наурызға барып отырып, мен түсініп тұрған жоқпын тіпті. Ол ауызбен айту оңай бәріне де, бірақ қасына бас аяқ болып жүрген бізге ауыр тиеді. Соншама не жазығы бар олардың. Жаңгелденге бір адамға бере жағы жоқ, бір адамнан ала жағы жоқ. Еші ағамның маңдай терімен басқан тасының ақшасына дейін алып отырып,